Темірғалиұлына беріледі. Армысыздар, құрметті жерлестер, құрметті жаңа қалалықтар. Мынау қазақта бір сөз бар ғой, азамат аяғын жерге тірейді, иығын елге тірейді дейді. Осы өздеріңіз білетін күні кешегі додада, саяси додада, осы ауылдастарым, құрметті жерлестерім, сіздерге сенім артып, сіздерге иығымды тіреп, осы әуелі Алла, содан кейін еліміз, халқымыз қолдар деп, осы үлкен додаға қатысып едік. Сіздер маған үлкен қолдау көрсеттіңіздер, сенім білдірдіңіздер. Енді менің міндетім, парызым осы ауылдастарымның алдына келіп, бір ауыз алғысымды айтайын деп келіп тұрған жайым бар. Енді ең бастысы мынау, келіп жеткен әз Наурыз бәрімізге құтты болсын, құт береке алып келсін. Биылдан бастап еліміз жақсылыққа, жаңаруға бет алады деп ойлаймын. Әйтеуір қандай қиын жағдайлар басымыздан өтсе де, еліміз, халқымыз, жұртымыз жақсылықтан үмітін үзбеген. Сондықтан ұлыстан ұлысқа аман есен жете берейік. Бәріңіз де жаңа жылдарыңызбенен, бір жастарыңызбенен, жаңа жылдарыңызбен. Рахмет көп-көп. Аман болайық. Бәрекелді, рахмет. Қошеметтеріңіз береке құтты болсын, жерлестер.